Ақылды шешен сөйлесе, таратар түгел қауымды. Бірлігі мықты ел болса, барлығы түгел бауырды. Ұрпағыңа үлгі етіп, батырыңды жырлабы. Жерлеп шексіз жауын көтерілге, 300-дің ұлыстарын бір орталыққа бағындыруға, сөйтіп, бірегей қазақ хандығын айтуға. Қарабас бойында сазда бие байлап тұра, Тұрсай би ауылына ат басын бұрады. Аталас ағайын бірер күн қона жатып, міне осындай сөздерді естерінен шығарға, жан салып тездеп қам еткен жазды күні насып қыларға. Әкесі Әлібек бәйбішесіне ас береді. Сонда Әлібек әр 300 үйге 300 үй тігеді. Әр үйге күтуші тағайындайды. Ол көпті көрген, яғни көре-көре көсем болған, көкірек көзі қиядағыны шалатын, ойге танымал, елге барықты емес, бен көтетіп қанатты сөзі айқынан қартады. Бізге келіп жеткен көңілмен шығатын жан болуы шарт. Би Жәнібек Төле биге сәлем бере келеді. Түзу мылтық, ұшқыр құс, жүйрік ат, мақтаншақ жігіт. Жәнібек Төле биге сәлем бере келеді. Түзу мылтық, ұшқыр құс, жүйрік ат, мақтаншақ жігіт. Ширегіне келмейді. Бұлыш бимен тең емес, қазақтың мінсіз билері, шын билер олар ілгергі. Ширегіне келмейді. Бұлыш бимен тең емес, қазақтың мінсіз билері, шын билер олар ілгергі. 40 жылы жоңғар билеушісі Қалдан Сереннің қолжұқпарлары ұлы жүздің ханы Күнтөбенің басында үлкен жиын ашылып, оған елбасылары түгел келеді. Сонда Қарабек батыр жауға жыл болуына арналған атадан ұл туса игі, ата жолын қуса игі атты шешендік өнер сабағына қош келдіңіздер.